Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өкпе, бүйрек, бауырдан котлет жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдын ала өкпені суға пісіріп аламыз. Піскенше суда қайнатып пісіріп алыңыздар. Өкпе, бүйрексіз тек бауырдың өзінен де осылай дәл осындай котлет жасасаңыздар болады. Мен бүгін өкпені де, бүйректі де, бауырды да барлығын қосып ет тартқыштан өткізіп аламын. Одан кейін бір пияз, бір картоп, бір сәбіз және 3-4 сарымсақты, оны да өкпе, бүйрек, бауырдан кейін оны да ет тартқыштан өткізіп аламын. Яғни барлық көкөністерді де ет тартқыштан өткізіп аламыз. Өкпені алдын ала суға пісіріп алыңыздар. Барлығын өткізіп болғаннан кейін сүт қосамыз. Бір кеседей сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Артынша ұн қосамыз. Ұнды бөліп араластыра отырып қосыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Тапаға май құйып, май қызған соң қасықпен домалақ пішінде етіп жұқа қып пісіріп алсаңыздар болады. Немесе мен қонаққа емес үйге дайындайтын боламын. Қолымды сулап аламын да қолыммен ірілеу домалақтап саламын. Қолыңызды суға суласаңыз қолыңызға жабыспайды. Егер де қонақтарға дастарханға қоятын болсаңыздар, кішкентай қасықпен құйсаңыздар болады. Ал үйге жасайтын болсаңыздар, үлкен қасықпен құйып дайындауға да болады. Бірінші жасағаннан ақ сәтті шығады. Мен кейде қасықтың көмегімен де жасаймын пісіріп, кейде осылай қолымды сулап, домалақтап котлетті пісіремін. Котлет пісірген кезде екінші астыңғы қарап, егер де асты қызарған болса, екінші бетіне аударып, бауырсақ сияқты қуырып аламыз. Қуырып болған соң, қағаз сүлгіге қойып, майын сорғытып алыңыздар. Міне достар, котлет дайын болды. Гемоглобинді көтеруге септігін тигізетін тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер. Жылдар бойы тексерілген рецепт. Мұндай котлет кешкі асқа да, түскі асқа да гарнирмен жасауға болады. Ас болсын, видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер.